The parts of speech. Every type of word in a sentence has a name, and these names are known as the parts of speech. This poem gives you a handy reminder of each of them. Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. In place of nouns, a pronoun stands, as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing, as magic wand and bridal ring. The verb means action, something done, to read, to write, to jump, to run. How things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street, at the station. Conjunctions join in many ways, sentences, words, or phrase and phrase. The interjection cries out, hark! I need an exclamation mark. Through poetry, we learn how each of these make up the parts of speech. Ағылшын тіліндегі сөз таптары 8 зат есім, есімдік, сын есім, етістік, үстеу, предлог, шылау және одағайлар. Ал қазақ тілінде 9 сөз табы бар. Ағылшын тілінде сан есімдерді сөз табына жатқызбайды. Осы өлеңді жаттап алайық. Бір жағынан грамматиканы есте сақтайтын боламыз, бір жағынан бір өлеңді жаттап алатын боламыз. Барлықтарыңызға сәттілік. Әрі қарай осы сөз таптары туралы көбірек мәлімет салатын боламын. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін грамматиканы бастаймыз. Грамматикада мен үнемі сөз таптарынан бастаймын. Алдымен сөздік қорды байытып алу керек. Содан кейін барып шақтарға, етістіктерге, сөйлем құрастыруға көшетін боламыз. There are 8 parts of speech in the English language. Ағылшын тілінде сөз табының 8 түрі бар. Ал қазақ тілінде 9, иә? Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. Енді бүгін noun зат есімге көшетін боламыз. Келесі жолдары қалғандарына жеке-жеке тоқталатын боламыз. Тағы да айта кететін нәрсе, қазақ тілінде мысалға сан есім бар. Ағылшын тілінде сан есімді жеке сөз табы ретінде қарастырмайды, өйткені кейде оны зат есімнің бір бөлігі ретінде, кейде сын есімнің бір бөлігі ретінде, солай әртүрлі қызметте қарастыратын болады. Қазір келесі видеода зат есімге толығырақ тоқталатын боламыз. Бізден алыстамаңыздар. Әрбір сабағымызды үзбей қарап үйреніп отырыңыздар. Зейіндеріңіз ашылсын. Зат есімді түсіндіруді бастаймыз. Noun, the name of something like a person, an animal, place, thing or concept. Зат есім дегеніміз адам, жануар, жер, зат және ұғым сияқты нәрселердің атауы. Зат есімдер әдетте субъект, зат, жаңағы сөйлемнің бастаушы, толықтаушы және предлогтың толықтаушы және пысықтаушыда да қолданылады. Nouns are typically used as subjects, objects of preposition and modifiers of other nouns. Демек, зат есімдерді жақсылап толық үйреніп алатын болсақ, әрбір сөйлемде зат есімнің атқарып отырған қызметін жақсылап түсінетін боламыз. Сондықтан арасында бірде-бір видеоны жіберіп алмай, толық көруге тырысыңыздар. Тағы да ескере кететін жайт, әрбір тілдің өзіндік ерекшеліктері бар. Кейбір тілдегі ерекшеліктер келесі тілде кездеспейді.
Сондықтан қазақ тілінде неге бұлай, ағылшын тілінде неге олай деп жаңағы қатты ойланып кетпейміз. Қалай бар, солай үйренген дұрыс негізі кез келген тілді. Жақсы, барлықтарыңызға сәттілік, зейіндеріңіз ашылсын. Nouns can be classified into two main categories, common nouns and proper nouns. Зат есімдер екі үлкен категорияға бөлінеді. Ең басты категориялары жалпы зат есімдер және жалқы зат есімдер. Common nouns are generic like ball, car, stick, etc. And the proper nouns are more specific like Charles, the White House, the sun, and etc. Жалпы зат есімдер жалпылама айтылады. Мысалға доп, машина, стикер және etc. дегеніміз тағы басқалары. Және жалқы стикті таяқша деп те аударамыз. Жалқы зат есімдер proper nouns, олар арнайы бір адамның аты, жер, су аттары, ғимараттың аты, планетаның аты деген сияқты etc. тағы басқалары солай аталады және олар бас әріппен жазылады. Examples of nouns used in sentences. She bought a pair of shoes. Енді зат есімге бір мысал келтірген. She bought a pair of shoes. Ол туфли сатып алды. A pair деген екі жұбы болғандықтан бір жұп аяқ киім сатып алды. Бұл жерде shoes деп тұрғанымыз туфли, аяқ киім деген мағынада. Әлде де толығырақ тоқталатын боламыз. Зейіндеріңіз ашылсын, жазып алыңыздар. Other types of nouns include countable and uncountable nouns, concrete nouns, abstract nouns, and gerunds. Енді зат есімнің басқа түрлері саналатын және саналмайтын зат есімдер. Concrete nouns деген конкретный нақты, abstract деген абстрактылы, және gerund, герунди деген бізде жоқ, оны толығырақ түсіндіретін боламыз. Енді осы зат есімнің түрлеріне де жеке-жеке тоқталамыз болашақта. Бүгін countable, uncountable nouns, singular and plural nouns деген зат есімнің түрлеріне тоқталатын боламыз.